Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығатын рогаликтердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Және де арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен ұн қажет болады. Ұнымызды таза ыдысымызға саламыз. Содан соң қаймағымызға ас содасын қосып араластырып, оны да ұнымыздың үстінен саламыз. Оның үстінен содан соң сары майымызды саламыз. Осындай жіңішке болып туралған. Қант ұнтағын қосамыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Мінекей бізде осындай қамыр шығады. Енді осы қамырымызды жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз, пакетке салып. Ал оған дейін біз начинкасын, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңғақ қажет болады. Жаңғақты міндетті түрде жақсылап ұсатып езіп алыңыздар, блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен. Содан соң үстіне қантымызды саламыз, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Мінекей достар, осылай біркелкі етіп араластырып алғаннан соң үстінен ерітілген сары майымызды қосып, тағы да бір жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, біздің салмамыз дайын болды. Мұздатқыштан қамырымызды алып, ұнымызды сеуіп, пышағымыздың көмегімен қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Ал енді қамырымызды жаятын боламыз. Осылай үлкен дөңгелек етіп жайып алғаннан соң, пышағымыздың көмегімен дәл видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Содан соң салмасын салатын боламыз. Барлығын осылай орап аламыз. Рогаликтерімізді противенімізге пергамент қағазын төсеп орналастырып алғаннан соң үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Барлық жеріне бір келкі етіп жағамыз. Барлығын жағып алдық. Енді қызып тұрған 170 немесе 160 градус пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің рогаликтеріміз осындай әдем болып қызарып пісіп шықты. Енді үстінен әсемдік үшін қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да рецептермен бөлісетін боламын.